Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бұл бейнеролик 8-ші сыныпта биология пәні бойынша жаңартылған білім мазмұнын енгізу жобасын қолдау мақсатында әзірленген. Ұсынылатын нұсқаулықтар 3-ші тоқсанның оқу мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған. Биология пәнінің мазмұны 3-ші тоқсанда бөліп шығару, қозғалыс, биофизика, координация және реттелу деген 4 бөлімді қамтиды. Бөлімдерге келесі оқу мақсаттары кіреді. Адамның зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы мен қызметін сипаттау. Бүйректің құрылымдық бөліктерін танып білу. Терінің құрылысы, оның бөліп шығарудағы маңызын сипаттау. Тері ауруларының алдын алу шараларын түсіндіру. Тірек қимыл жүйесінің қызметтерін сипаттау. Сүйектің химиялық құрамын, макро және микроскопиялық құрылысын зерттеу. Сүйектердің байланыс түрлерін салыстыру. Буынның әртүрлі типтерінің құрылысы және олардың қызметтерінің арасында байланыс орнату. Бұлшық ет ұлпасының құрылысын, қызметін және олардың түрлерін сипаттау. Адам бұлшық еттерінің құрылысы мен бұлшық ет топтарын оқып тану. Гиподинамия салдарын атау. Сымбаттың бұзылуы және жалпақ табандылықтың пайда болу себептерін анықтау. Тік жүруге байланысты адам қозғалуының биомеханикалық ерекшеліктерін зерттеу. Көруді қабылдаудың ерекшеліктерін зерттеу және көру гигиенасы ережесін сипаттау. Дыбысты қабылдау ерекшеліктерін зерттеу және есту гигиенасының ережелерін сипаттау. Көру және есту рецепторларының құрылымы, қызметтерін сәйкестендіру. Эндокринді, экзокринді және аралас бездердің орналасқан жерлерін анықтау. Бездердің негізгі қызметтерін түсіндіру. Эндокриндік бездер қызметінің бұзылуынан туындаған ауруларды атау. Терінің сезімталдылығын зерттеу. Жылы қанды жануарлардың дене температураны сақтаудағы терінің рөлін сипаттау. 20 сабақ ішінде оқытылатын барлығы 21 оқу мақсаты бар, ал бір сабақ 90-ның соңында жиынтық бағалауға бөлінген. Бұл бейнероликте біз ұзақ мерзімді жоспардың қозғалыс, координация және реттелу 2 бөлімі бойынша оқу мақсаттарына тиімді қол жеткізуге қатысты ұсыныстарды қарастырамыз. Оқыту барысында ұзақ мерзімді жоспардың әрбір бөлімі бойынша оқушылардың осыған дейін меңгерген біліміне жүгінген жөн. Мысалы, 2-ші тоқсанның қозғалыс бөлімі бойынша оқушылар 1-5 сыныптардағы жаратылыстану курсынан қозғалыстың тірі ағзалардың ортақ қасиеттерінің бірі екендігін, ал 6-шы сыныптағы жаратылыстану курсынан тірі ағзалардың қозғалыс түрлерін, қозғалу мүшелері туралы, 7-ші сыныптың қозғалыс бөлімінен өсімдіктер мен жануарлардың қозғалу тәсілдерін, омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың қозғалыс мүшелерін білулері тиіс. Бұл бөлімді оқу барысында мұғалім оқушылардың 7-ші сыныпта биология пәнінен қозғалыс бөлімде омыртқалылар мен омыртқасыз жануарлардың қозғалыс мүшелерін өткенін, сондай-ақ түрлі ақпарат көздерінен осы тақырып бойынша хабардар екенін ескеруі қажет. Оқушылар жануарларда ағзаның қозғалысын жүзеге асыратын мүшелерді құрайтын сүйек пен бұлшық еттердің ерекшеліктерін, бұлшық ет ұлпасының түрлерін, бұлшық еттің құрылысы мен қызметін, сүйектің макроскопиялық және микроскопиялық құрылысын, буынның құрылысы мен түрлерін, атқаратын қызметтерімен байланыста қарастырып, сипаттай алады. Сонымен қатар, сүйектің химиялық құрамы мен жасушаларын зерттейді. Бұл бөлім барысында оқушылар қозғалу аймағы, әр мүшенің кеңістіктегі қозғалу бұрыштары туралы түсініктерді талдағанда, физика пәнімен, сүйектің құрамы, ондағы органикалық және минералды заттардың болуы туралы талқылаулар кезінде химия пәнімен алған білімдерін қолданады. Сүйектің құрылысы мен құрамы тақырыбы. Сүйектің химиялық құрамын, макро және микроскопиялық құрылысын зерттеу оқу мақсатына жету жолдарын қарастырайық. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін 1 сағат уақыт бөлінген.
Сағаттарды бөлу сыныптағы балалардың қабілетіне қарай шартты болып табылатынын есте сақтау керек. Сабақ тақырыбын оқуға кірісуден бұрын жаңа тақырыпты ашу үшін оқушыларға алдыңғы білімдері мен өмірлік тәжірибелеріне сүйене отырып, сүйектің қандай қасиеттері болады? Не себепті сүйекте кальций болады? Сүйектің қандай түрлері болады? Сүйек неден тұрады? Сұрақтарына жауап беріп көру тапсырмасы ұсынылады. Оқушылардың жұмыстарын жүйелі ұйымдастыру мақсатында оларға сұрақтарға жауап беріп, талқылау нұсқаулығы ұсынылады. Бұл нұсқаулықты сабақ бастала салысымен мұғалім, мен сіздердің назарларыңызға бірнеше сұрақ ұсынамын. Осы сұрақтармен жұмыс істеу үшін мына нұсқаулықты пайдаланыңыздар. Бұл нұсқаулық сіздерге жазбаша түрде берілген деп нұсқаулықпен таныстырады. Сұрақтарға жауап беруден соң оқушылардан сүйектің қасиеттері мен құрылысы туралы білімнің қажеттігі неде деп талқылау жүргізе отырып, тақырыптың өзектілігін ашу қажет. Сонымен қатар қорытынды жасау үшін сабақтың соңында оқу мақсаттары мен бағалау критерийлеріне қайта оралуға болады. Оқушылардың назарын оқу мақсаттары мен бағалау критерийлеріне аударған жөн. Оларды интерактивті тақтада, слайдта көрсетуге, тақтада жазуға, немесе басып шығарып, тақтаға іліп қоюға болады. Бұл оқушылардың білімі мен сабақтан күтілетін нәтижелерін жүйелеуге көмектеседі. 8 сыныпта биология пәнін оқыту ана тілінде жүзеге асырылады. Оқытудың осы кезеңінде пән мазмұнын меңгеріп, ойлау және пән ұғымдарымен жұмыс істеу қабілетін жақсарту үшін академиялық тілді бірінші тілде қалыптастырып, дамытуға назар аударған жөн. Ол үшін оқу мақсаттары негізінде оқудың тілдік мақсаттарын белгілеу керек. Тілдік мақсаттар неғұрлым нақты белгіленсе, оқушылар олардан күтілетін нәтижелерді соғұрлым анық түсінетін болады. Пәнге қатысты лексика мен терминология, ана тілінде диалог құруға және жазылымға қажетті сөздер топтамасы оқушылардың когнитивтік дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Мұғалім әртүрлі тапсырмалар орындау барысында диалог құруға және жазылымға қажетті сөздер арқылы оқушылардың назарын тірек сөздер мен терминдерді қолдануға аударуы тиіс. Соның арқасында оқушылар жиынтық және емтихандық материалдар бойынша жазба жұмыстар жасаған кезде жақсы нәтижелер көрсетеді. Оқушылардың сүйектің құрылысы туралы бастапқы білімдері аз болғандықтан, термин сөздермен жұмыс ұйымдастырған жөн. Мысалы, сабақтың тілдік мақсаттарын таныстырғаннан соң, оқушылардан термин сөздерді оқып, танысып, немесе жазып алуларын сұрау қажет. Оқушыларды таныстырылымның көмегімен сүйектің макроскопиялық және микроскопиялық құрылымдарымен таныстыру қажет. Слайдтағы ақпаратты оқымай, оқушылармен белсенді талқылау арқылы түсіндіру маңызды. Мысалы, мына слайдты ашып, сүйектің ең сыртқы қабаты не деп сұрап, оның маңызы неде деп талқылау қажет. Кейіннен сүйектің бастары немен қапталған? Сүйек кемігі деген не? Оны кім көрді? Сары кемік майы мен қызыл кемік майын ажыратуға бола ма деген сияқты сұрақтар қоя отырып талқылау керек. Ұсынылған слайдтың көмегімен сүйек құрылымдарын қайтадан атап, әрқайсысының атқаратын қызметтерін талқылау жөн. Мысалы, тығыз сүйек өте қатты, әрі оның жасушалары ұдайы бөлінетін болса, атқаратын қызметі не? Жілік кемігінде қан жасушалары түзіледі. Қызыл кемікте қызыл түсті, сары кемікте ақ түсті жасушалар. Қызыл қан жасушалары қалай атаушы еді? Ақ қан жасушаларының қызметіне сұрақтарын қоюға болады. Шеміршек ұлпасының жасушалары біртіндеп сүйекке айналуға қабілетті, сондықтан олар сүйектің ұзарып өсуіне көмектеседі деген сияқты толықтырулар беріледі. Сүйек неден тұрады екен деген сұрағы арқылы талқылап, оның құрылымдық бірлігі остеон болса, жасушалары қалай аталады деп талқылау қажет. Гаверс каналының ортасы қуыс болады. Ол арқылы сүйекті қоректенетін
қан тамырлары өтеді. Сүйек жасушаларын слайдта атап көрсетіп, олардың әрқайсысының атқаратын қызметтері түсіндіріледі. Сүйекте қандай химиялық заттар болады? Сүйектің құрамына қысқаша тоқталуға болады. Бұл слайдтарды кезекпен аша отырып, оқушылардың сабақ барысындағы іс-әрекеттері түсіндіріледі. Мысалы, 14-ші слайд. Бірінші станцияда ұсынылған ақпараттар арқылы оқушылар сүйектің сыртқы құрылысымен танысады. Сүйектің құрылым бөліктерін анықтайды. Ол үшін сызбада сүйектің құрылым бөліктерін атап жазады. Және мүмкін болған жағдайда сүйектің көлденең кесінділерімен салыстырып құрылысын сипаттайды. Ал екінші станцияда оқушылар сипаттамаларды пайдаланып, сүйектің құрылым бөліктерінің тұсына сәйкес қызметін анықтайды. Бұл сипаттамалар дидактикалық материалда ұсынылған. Үшінші станцияда оқушылар дайын микропрепараттар, болмаса суреттер көмегімен сүйектің микроскопиялық құрылысымен танысатыны түсіндіріледі. Осы жұмыс барысында 11-ші слайдты ашып қою қажет. 4-ші станцияда оқушылар күйдірілген және тұз қышқылына салынып, кальцийсіздендірілген сүйектердің қасиеттерін зерттеп, салыстырып, сүйектің құрамының оның қасиеттеріне, әсеріне талдау жасайды. Табиғи кальцийсіздендірілген және күйдіріліп қыздырылған 3 түрлі сүйектің қасиеттерін салыстырма кестеге толтырады. Осылайша, оқушылар топтары барлық 4 станцияны кезекпен аралай отырып, тақырып мазмұнын меңгереді. Мұғалім әр оқушылар тобына және жекелеген оқушыларға бағыттаушы сұрақтар қою сияқты қажетті көмек көрсете отырып, тиісті кері байланысты ұсынады. Кейбір оқушыларға ақпарат парақшаларын беру қажет. Кейбір оқушылардың видеоматериалдарды пайдалануына жағдай жасау қажет. Сабақта жаңа терминдердің мағынасы мен мазмұнына және әрбір термин нені білдіретініне оқушылардың назарын аудару маңызды. Оқушылардың барлық станцияларды аралап, ақпарат жинақтап, ұсынылған жұмысты уақытылы орындап үлгеруі үшін сыныптағы оқушы санына қарай шағын топтар немесе жұптарға бөлініп жұмыс жасауын ұйымдастыру қажет. Оқушылардың жұмыс парағындағы жауаптарын тексеріп, кері байланыс беріп, үлгеруге тырысқан жөн. Оқушыларға қабырға мен жілік сүйектерін салыстыру тапсырмасын орындау ұсынылады. Ол үшін қабырға сүйектерінің көлденең кесінділері немесе суреттерін дайындап қою қажет. Оқушылар қабырға сүйегінде қызыл кемік майы кездесетінін, қуыстың болмайтынын, тығыз қабатының жілік сүйегіне қарағанда жұқа екеніне көз жеткізеді. Бұл тапсырмадан оқушылар ағзадағы сүйектердің құрылымы, атқаратын қызметі мен орналасуына қарай әртүрлі болып келеді деген қорытынды шығарады. Кейбір алғыр оқушыларға Твик, Білім-ленд сайттарындағы тапсырмаларды онлайн орындауды тапсыруға болады. Академиялық тілді дамыту биология пәнін оқытудағы маңызды бөлігі. Оқушылардың ауызша жауаптарында термин сөздерді қолдана білулеріне басты назар аударылады. Сонымен қатар, терминдерді ағылшынша меңгерулеріне де көңіл бөлген жөн. Мысалы, негізгі термин сөздерді ағылшынша ұсынып, олардың сөйлемде орналастыру тапсырмасын ұсынады. Бұл тапсырма арқылы оқушылар термин сөздердің ағылшынша нұсқасын жаттап алады және шағын сөйлемдерді оқу арқылы оқылым, сөздерді ағылшынша жазу арқылы жазылым дағдылары дамытылады. Сабақтың соңында оқушыларға өз жетістіктері жөнінде кері байланыс ұсынылады.
3 тоқсанда өтетін келесі бөлім координация және реттелу бөлімі болып табылады. Оқытуды бастаудан бұрын оқушылардың осы бөлім бойынша бастапқы біліміне жүгіну қажет. Оқушылар 6 сыныптағы жаратылыстану курсынан тітіркендіргіштерге ағзаның жауап қайтаруы туралы, 7 сыныптағы координация және реттеу бөлімінен жануарлардың жүйке жүйесінің түрлерін, 8 сыныптағы координация және реттеу бөлімінен көз бен құлақтың құрылыс бөліктері мен олардың атқаратын қызметтерін біледі. Тарау барысында физика пәні мен оптика тарауы арқылы торлы қабықта бейненің пайда болуы, көру рецепторларындағы жарықтың қабылдануы мен түкті жасуша арқылы дыбыстың қабылдануы туралы қарастыру арқылы, химия пәні мен көру рецепторларындағы химиялық заттар туралы білімді қолдану арқылы байланыс орнатылады. Координация және реттелу бөлімінен көру және есту рецепторлары. Соқыр дақты анықтау түстерінің араласуына тәжірибе, дыбыстың ауа және сүйек арқылы өтуі тақырыбын қарастырайық. Бұл тақырып көру және есту рецепторларының құрылымы мен қызметтерін сәйкестендіру, оқу мақсатын қамтиды. Осы сабақта оқу мақсатына қол жеткізу үшін келесі бағалау критерийлерін қолдануға болады. Таяқша, құтыша және түкті жасушаның қызметін анықтайды. Соқыр дақты анықтайды. Жоғарыда атап өткендей, оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту үшін осы тақырып бойынша тілдік мақсаттар, терминдер және диалог құруға, жазылымға қажетті пайдалы сөздер топтамасын құрастыру керек. Көру есту рецепторларының жұмысын қарастырған кезде торлы қабық, соқыр дақ, көру жүйкесі, көру рецепторлары, таяқша, құтыша, түкті жасуша, Мариотта тәжірибесі, аретинол, родопсин, ядопсин сияқты ұғымдарға ерекше назар аудару керек. Оқушылар академиялық тілді қолданып, көру есту рецепторларының жұмыс ерекшеліктерін, сезімді қабылдауға деген бейімделушіліктерін ауызша, жазбаша түрде сипаттай алады. Сабақ барысында оқушыларға термин сөздерді қолдана білу, олардың мәнін түсіне білулеріне басты назар аудару қажет екенін ескертіңіз. Бұл оқушылардың емтиханда жоғары нәтиже көрсетуінің кепілі екенін түсіндіріңіз. Оқушылардан сөздерді дәптерлерге жазып алуды сұрауға болады. Сабақтың тақырыбын ашу мақсатында оқушыларға көз арқылы түрлі түстің ажыратылуы көрсетілген онлайн симуляциямен жұмыс жасай отырып, көрудің қабылдануы, түстердің араласуын түсіндіру тапсырмасы ұсынылады. Оқушылар түрлі түстердің қалай пайда болатынына назар аударады. Осы талқылаудан соң оқушылар сабағымыз не туралы екенін деп сұрай келе сабақтың тақырыбы ашылады. Көру мен есту рецепторлары туралы нені білу қажет деп ойлайсыздар? Деп сұрау арқылы сабақтың мақсаты анықталып, бағалау критерийлері таныстырылады. Сабақ тақырыбы мен мақсатын анықтағаннан кейін жаңа тақырыпты түсіну жүзеге асырылады. Мұғалім максимум 3-4 минутқа созылатын шағын түсіндірме жасайды. Слайдта рецепторлар көрсетілген. Бұл сезгіш нейрондар немесе олардың дендриттерінің ұштары болып табылатынын айтыңыз. Олардың пішіндері неге әртүрлі деп талқылау жүргізу арқылы олардың әрқайсысы өзінің атқаратын қызметіне қарай бейімделгенін айтыңыз. Көру рецепторлары екі түрлі болады. Олар қалай аталады екен деп сұрай келе оқушыларға аттарын жазып алуды тапсырыңыз. Әр рецептордың қызметіне тоқталыңыз. Бұл рецепторлар жарықты қабылдауға бейімделгендіктен фоторецепторлар деп аталатынына назар аудартыңыз. Олардың құрамында жарықты қабылдауға қатысатын родопсин және йодопсин заттары болады. А дәрумені осы заттардың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, деп қоректену тарауында өтілген дәрумендер тақырыбымен байланыс орнатылады. Есту рецепторы түкті жасуша деп аталады. Бұл жасушалар құлақтың қай бөлімінде орналасады деп сұрай отырып,
олардың ұлу денеде орналасатынын, механикалық, яғни дыбыс толқындарының әсерінен туындаған қысымды қабылдайтын рецептор екеніне тоқталыңыз. Оқушылар көрудің қабылдану ерекшеліктерімен танысу үшін жұмыс парағын дайындап қойыңыз. Ондағы жұмыс нұсқаулықтарымен таныстырыңыз. Әр эксперименттен соң шағын қорытынды жазып алу қажет екенін ескертіңіз. Бұл анимацияда плей нүктесін баса отырып, жарықтың көру рецепторларына жету жолын және жарықтың әсерінен қарашықтың өзгерулерін сызбаға салып алуды тапсырыңыз. Оқушылар қарашықтың жарық азайғанда немесе алыстағанда ұлғайып, жарық молайып жақыннан түскенде кішірейтінін түсінулері маңызды. Сонымен қатар, көру рецепторларына жету жолын ретімен жазып ала алады. Кейбір оқушылардан қарашықтың ұлғайып кішіреюіне әкелетін бұлшық етті атауды сұрауға болады. Оқушылардың жарық мөлшеріне байланысты көздің бейімделушіліктерін түсіндіруді сұраңыз. Кезекте оқушыларға соқыр дақтың болуын анықтауға арналған тәжірибені жасауды тапсырыңыз. Оқушылармен қауіпсіздік ережелерін талқылаңыз. Эксперимент барысында қандай қауіп-қатер туындауы мүмкін? Олардың алдын алу жолдары қандай деп көзді қатты баспау, көзге артық жүктеме түсірмеуді ескертіңіз. Оқушылар Мариотта карточкаларының көмегімен бейненің көрінбей қалуын анықтау арқылы соқыр дақтың болатынын дәлелдейді. Соқыр дақ арқылы жүйке өтетіндіктен онда рецепторлар болмайды. Сол себептен бейне соқыр даққа түскенде көру рецепторлары арқылы қабылданбайды. Оқушылар шағын эксперименттерді жасай отырып, қорытынды жасап, жұмыс парағына жазады. Оқушылардың оқу мақсатына жету деңгейін анықтау, түзетулер жасау және қолдау көрсету үшін жұмыс мұғаліммен бағаланады. Оқушылар дыбыстың қабылдану ерекшеліктерін алдымен анимацияның көмегімен талқылайды. Зертхана жұмысын жасау барысында осы тақырыпқа қатысты терминдерді қолдану арқылы оқудың тілдік мақсаттарына қол жеткізеді деп күтіледі. Дыбыстың ауа арқылы таралуын зерттеп, қорытынды шығарады. Сонымен қатар, дыбыстың сүйек арқылы да таралатынына тоқталып, жұтынғанда және ішкі мүшелерден шыққан дыбыстарды ести алатынымыздың себебі дыбыстың сүйек арқылы да таралуына байланысты деп қорытындылаңыз. Сабақ барысында кейбір оқушыларға ақпарат парақшаларындағы ақпараттарды және видеоматериалдарды пайдаланып, өз білімдерін тереңдетуіне мүмкіндік беріңіз. Кейбір оқушыларға сөздікті пайдаланып ағылшын тілінде шағын сөйлемдер құрастырып жазуды тапсырыңыз. Жұмыс аяқталғаннан кейін, мұғалім оқушылармен бірігіп, алдын ала белгіленген бағалау критерийлері бойынша жұмысты тексереді. Оқушылардың көру және есту рецепторларының жұмыс ерекшеліктерін түсінгеніне көз жеткізіңіз. Назарларыңызға рахмет. Төмендегі бос орынға сұрақтарыңыз бен пікірлеріңізді жазыңыз.